Сәлем баршаңызға. Сіздермен бірге балқаймақ арнасы. Бүгін біз керемет, тәтті болып шығатын мәйекті ірімшік дайындайтын боламыз. Бұл ірімшікті кәдімгі мәйектен дайындайтын боламыз. Егер менің видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сүтті өнімдерді осындай видео қылып салып тұратын боламын. Сүттен жасалынатын өнімдердің түр-түрін салатын боламын. Неке біздің мынау сүтімізді құйып алдық ыдысымызға, енді мынау ашытылып қойған малдың мәйегін салатын боламыз. Мен мынау ірі қара жылқының мәйегінен ірімшік жасайтын боламын. Неке ашытылған дайын мәйек. Енді осыны жаймендеп жылытып алған сүтімізге салып араластырып бір жарты сағатқа ашытуға қоямыз. Мен күн салқында болғандықтан кішкене сарайымдағы газыма істедім. Ал бұны ошаққа, қазанға істесең тіпті керемет болып шығады. Алдағы уақытта ошаққа да істеген түрлерін де көрсететін боламын. Енді мәйегімізді салғаннан кейін осылай бетін жауып, кішкене жылы температураға қоятын боламыз. Әбден ірімшігіміз үйіп түсу үшін осылай бетін жауып қоямыз, жылыға орап. Егер осы видеом жақсы қаралым жиналса, онда мәйекті де қалай ашыту керек екенін салатын боламын. Мына қасында творог қайнап жатыр. Жаз айы, енді мал сауатын уақытта осындай сүттен түрлі өнімдер жасауға болады. Мінекей біздің мәйегімізді аламыз, ірімшігіміз ұйып дайын болып тұр. Кішкене видеом дұрыс түсірілмеген болса айып етпеңіздер. Сарайға кіріп жасап жатқандықтан штативімді ештеңені де әкелместен бір қолыма ұстап тұрып түсіріп тұрмын. Ыңғайсыздау болса айып етпеңіздер. Неке осылай әдемі болып үйіп түскен мәйегімізді жаймендеп айналасын көтеріп астын баяу отқа қоятын боламыз. Баяу отқа қойдық, өзі жаймендеп қайнап, осындай басы іріп, бөлшек-бөлшек болып түсе бастайды. Мен ендігі ірімшігімді үйге алып келдім. Үйдегі газға дайындап жатырмын. Ірімшігімізден артылған сары суымызды осындай сары су жасап алатын боламыз. Оны да алдағы уақытта видеоға салатын боламын. Біздің ірімшігіміз дайын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Кішкене дегітіп алғаннан кейін осындай кесіп жеп, шаймен ішсеңіздер, дәмі тіл үйіретін керемет маңызды бұл сүт өнімі. Қазір енді қаймағымыз тартылып, құртымыз дайындалып жатыр. Бұл жаз айындағы қысқа